Керғұла атты Кендебай. Ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен, әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанғаптың әйелі жүкті болып, ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай, 9 күн болғанда әйел толғатып, босаныпты. Торсық шеке, аппақ ұл тауыпты. Атанасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұра беріпті. Көріскенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шыға беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты. Құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарқ болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып, жегеле жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жібер. Қасқыры арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керғұла болыпты. Кендебай Керғұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. Керғұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс тістеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай Керғұланы құстай ұшырып, 6 қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты. Жылағанды жұбатыпты. Жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керғұлатты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы неткен жансың, деп сұрапты. Баланың басы тас, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың, асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп қоя беріпті бала. Не болды? Жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдында өңгөріп, жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрім. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке шешеме жылайым, ал бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке шешеңді іздеп тауып берейін, дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Ағай, онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз. Содан кейін жүресіз деп өтінеді. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар келетті, манағы бала қозышы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді,
Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде ухлеп ахлап қозышы келеді. Неге кешіктің деп сұрайды Кендебай. Жай ішім ауырып қалды дейді бала. Бала таңертең ойнап күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде манағы қозышы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән жайды сұрайды. Бала жөнін айтады. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қозышы бала айтады. Кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемен айналып ұшады да, Кендебай сал мұндама, Керғұлатты қолдама, баудан ұры балқима, балақ жүні шалқима деп сұрайды. Мен тұрып Кендебай сал мен едім, Керғұлатты қолды едім, Керғұла атым қолды еді, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап берем. Олар мені қанаттарымен қағып жығып кетеді. Мен талып түсем деп жауап береді. Үшінші күні қозышы баланың киімін киіп, қозыны бағуға Кендебай өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен 6 айналып ұшып жақындап келеді. Кендебай сал мұндама, Керғұлатты қолдама, баудан ұры балқима, балақ жүні шалқима деп сұрайды. Керғұлатты Кендебай қозышы бала болып, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып Кендебайды қанаттармен қағып сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді. Бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып, үйіне қайтады. Атанасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт сайманын киіп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке шешесін іздеуге шығады. Керғұла ат құстай ұшып, құйғытып барады. Айлық жерді 6 аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керғұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керғұла атқа тіл бітіп сөйлейді. Достым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес, біреу емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әр ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен ол адамға барды, жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің киде, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп, әлгі адамды азат етте, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл алды, мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де, құралдың да керек жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат. Сонда мен дайын болам. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің дейді. Кендебай Керғұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алады да қоя береді. Оның айтқанының барлығын істеді. Малшыны азат етті. Жолына пұл берді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалды. Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды сиырағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралыға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. Ей оңбаған ау, расын қоймалды, неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың, деп айғай салады. Кендебай айрылғырдың суы айрыл деп айтып еді, өзеннің суы екіге айрылып ортада жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді.
Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алады. Бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықта, құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп алып жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәріден хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Балалары тұрып, бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп, дат тақсыр дейді. Датың болса айт дейді хан ақырып. Мен айтсам, бұлардың айтып отырған өтірік. Бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді. Құйрық қайда? Деді хан. Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе сізге айтпайым ғой. Міне құйрық, деп Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық боп кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір шөуің іздеп шығып құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер, дейді хан. Кендебай өзенінен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтатқан кезде Керғұла ат жетіп келеді. Құла атты мініп алып, қару жарақты іліп алып, сауыт саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп кетеді. Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтайды да Кендебайға: анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм. Мен аш дегенде ашпа. Көзіңді ашсаң, екеумізді өлеміз дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті. Одан кейін ысылдаған желді сезеді. Талай уақыт өткеннен кейін аш көзіңді, дейді Керғұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керғұла атқа тағы да тіл бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді, 15 күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол алуыңыз керек. Менің үстімемінде алтын науаны алдыңа өңгір. Құлындар алтын науадан қалмай біздің соңымызға еретте отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолғамыз. Содан кейін жәдігөй кемпір байланысады. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын ауаны Керғұла атқа өңгөріп алып жөнеліп барады. Барлық құлын оның соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу ет. Кендебай алтын ауаны жерге қояды. Құлындар науаға иіріліп тұра қалады. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керғұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып, салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы соғып өткенде екінші басы ұшып кетеді. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп,
алтын ауаны өңгөріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей әйт дегенде, алты қырдан бір асып, Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде арыстанның ақырған даусы естіледі. Кендебай бұл жолы Керқұла атты құлындардың қасына қаңтарып, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 ат аттағанда бір леп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайды тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендебайды ар жағына бір-ақ түсіреді. Кендебай арыстанның азуын қағып алып, тағы жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап артта қала бастайды. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде, сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп, қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды. Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз боп қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла ат айтқан болатын. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, бастаңыз дейді Кендебай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде, Кендебай алмасын сермеп кеп қалады. Алмас қылыштан от жарқ ете түсетте, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда, қыздың орнында 2 бөлінген кемпір жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қармағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді. Осы жерде бір 3-4 күн демалайық дейді Керқұла ат. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керқұла аттың алдына алтын ауаны өңгөртіп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай, сандалып мойындары ырғайдай, сирақтары шиедей болып азып тозып, ханның 2 баласы келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай, ел мені Керқұла атты Кендебай дейді. Сіздің еліңізге ергіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін, намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын дейді Кендебай. Айт балам дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті. Малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап кетіпті. Міне, сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан алтақ қудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім деп, Кендебай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан: дұрыс балам, сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең, босатам деп елші жіберіп ем. Қарысқан батыр екен, жауыма қызмет істемеймін, бірақ қол аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем деп қарысып жатып алды. Босатуға қорқтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім. Сені алдыртып, құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ ем. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса, іздеп келер деп елінді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейінде 2 жылдай келмедің. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы 3-ін өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып, малыңды өзіңе қайтарам. Кіші қызымды беріп күйеу етем деді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның азуын, кемпірдің басын,
жеті басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып, бала қуанады. Баласына қосылып, ата-ана қуанады. Ұлы думан үлкен той істейді. Кендебай тұрғанда елге батып, ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп, бұл ел Керғұла атты Кендебай батырдың елі болып атаныпты.